Сәлеметсіздер ме? Здравствуйте. Бүгінгі сабақта біз белгісіздік есімдіктерге арнаймыз. Сегодняшний урок мы посвятим неопределенным местоимениям. Ережесі, правило. Затты, сандық белгіні, сан мөлшерді жорамалдап көрсететін есімдіктің түрі. Это вид местоимения, который указывает на неизвестные, неопределенные предметы, признаки или количество. Белгісіздік есімдіктің 30-дан аса түрі бар. Соның негізгілерін қарап шығайық. У неопределенных местоимений есть более 30 видов. Давайте же с вами рассмотрим основные из них. Біреу, әлдекім, кто-то. Бір, некто, какой-то. Қайсы біреу, кімде-кім, кое-кто. Бірнеше, несколько. Біраз, достаточно, значительно, некто. Әркім, всякий, каждый. Кейбір, нәрсе, некоторая вещь. Кейбіреу, некоторый. Қайсы бір, кое-когда. Әрбір, каждый. Әлде, или, әлде қашан, когда-то. Әлде қалай, как-то. Сөйлемдер негізінде қарастырайық. Давайте рассмотрим на основе предложений. Сүтті ботқа жасау үшін бірнеше кесе күріш қажет. Чтобы приготовить молочную кашу, необходимо несколько пиалок риса. Кеше біраз бұршақ жауды. Вчера выпал значительный град. И такой риторический вопрос. Жалғасы болады ма, әлде болмайды ма? Продолжение будет или не будет? Осымен сабағымыз аяқталды. Әрине, жалғасы бар. На этом наш урок завершен. Конечно же, продолжение следует.